Кимешегіміздің маңдай ұзындығын тоқып алдық. Осылай 14 қатар өрнек тоқыдым. Және ол менде бірінші өрнекке қойып өлшегенімде 11 сантиметр. 11 сантиметр болды. Киіп көргендеріңізде мына осы қатар бар ғой, қастың жоғарғы жағында тұруы қажет. Енді кимешегіміздің бет тұсы бар ғой, беті ашық тұрған жері сол жерін тоқимыз. Яғни осы жерін тоқитын боламыз. Осылай тоқып жатқан дүниемізді алдымызға осылай қоясыздар. Мына жұмысшы жібіңіз бар ғой, осы жерден бастап қараңыз, бірінші қасыңыздың соңғы нүктесінен екінші қасыңыздың соңғы нүктесінің аралығын өлшеп аласыздар. Менде 14 сантиметр болып тұр, жалпы 14-15 сантиметр болады. Осылай метрдан 14 сантиметрді ұстап аламын. Жұмысшы жібіміз тұрған жерге осы 14 сантиметрді алып келеміз де, осылай өлшеп аламыз. Соң белгі қойып аласыздар. Тереуіш немесе жіппен болса да осылай белгі қоясыздар. Осы жерді тоқымай ашық тастап кетеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Яғни ұзын-ұзын болып тұрған 9 өрнекті тоқымай тастап кетеміз. Ең алғаш осы тұрған жерінен өрнекті тоқушына ортадағы ұяшыққа түсіп алатын едік қой. Енді түспеймізді, осы жерден тура тоқып кетеміз. 3 бос шалма аламыз да, соң өрнекке түсеміз. Қазір бір бағаншы не үшін қажет екен айтамын. Екеу бір бос шалма алып, осылай өрнегімізді қайталап тоқимыз. Мына бір бағанша біздерде бетімізді ашық тұрған жер бар ғой, сол жердің жиектемесіне айналдырып жиектеме жасаймыз ғой, сол кезде қажет болады. Осы жеріміз тегіс түсу үшін осылай бір бағаншадан айналдыра қалдырып отырамыз. Міне айналдырып белгі қойған жерге дейін тоқыдым. Енді осы жерден және бір шалмалы бағаншадан біреуін тоқисыздар. Орап аласыздар да белгі қойған жерге тура осы жерден бір бағанша тоқимыз. 1, 2, 3 жоғарға көтересіздер да айналдырып қайта өрнекке түсіп кетесіздер. Осылай екі жиегін бір бағаншаменен қалдырып отырасыздар. Айналдырып тоқып келдік. Енді мына бірінші алған 3 бос шалмамыздың үшіншісіне бір шалмалы бағаншадан біреуін тоқимыз. Осылай. Осыны үнемі қайталаймыз. 3 бос шалма аламыз да айналдырып өрнекке түсіп, осыны барып қайтып осыны тоқимыз қажет болғанға дейін. Оны қанша қатар тоқимыз? Мынау біздің кимешегіміз. Біз енді міне осы аралықты тоқып жатырмыз ғой. Бізде ол 11 сантиметр болу керек, 11-12 сантиметр. Мына бірінші өрнектен бастап өлшегенімізде менде 11 сантиметр болып тұр екен. Яғни неше қатар тоқыдым? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 қатар тоқыған екенмін. Осылай 11 сантиметр болғанға дейін тоқисыздар. 12, 13 қатар.